Саламатсыздар ма оқушылар? Сабағымызды бастамас бұрын сіздер мына жерге шеңбер болып тұрғаныңыздар. Келіңіздер. Бүгінгі сіздерге сабаққа арналған тамшы тіректері. Ұстаймыз кәнеки балалар. Жақындаймыз. Ал кәне дауыстап оқушылар, мен сіздерге жұмбақ жасырғым келіп тұр, жұмбақ шешейін. Мені жақсы түсінетін, сырымменен бөлісетін, жақын туысым болмаса да құпиямды сенетін адам ол кім? Дос. Жақсы. Келесі жұмбақ. Қиындықта тастамайтын, жамандықта аластайтын, ұстанғаны ізгі ниет, бұл қандай қасиет? Достық. Жақсы. Ендеше бала, бүгінгі біздің сабағымыз не жайында болмақшы? Достық. Достық. Достық деген сөздің мағынасын қалай түсінеміз? Дос деген қиын кезде бір-біріне қолдау көрсететін, бір-бірінің құпияларын жасыратын адамдар. Жақсы. Ендеше қазір біз аудио тыңдаған мәтінін тыңдаймыз. Сол тыңдаған мәтін бойынша тапсырмалар орындаймыз. Ертеректе ешкіммен әңгіме деген сөзді үшін достықтың екі түрі болады. Бірі адам досы. Екеуі қалай жасалады дегендерге. Адам достық өмірлік нұсқа болады. Өмірлік нұсқа. Достық адамдардың бір-біріне адал. Қазірі мысалы, біреуге қызбалық не шабандық әдеп жүйесінде достыққа үлкен көңіл бөледі. Халық арасында. Ал оқушыға бұл аудио мәтін бірінші тапсырманың дискрипторы қандай болады деп ойлайсыздар? Жақсы. Берген әдісі бойынша бірінші тапсырманы бастаймыз. Бұл қаңбақты кез келген оқушының басына кигізем, сол жаңағы сұрақтарға жауап береді. Жанира, сізден бастайық. Достықтың қандай түрлері болады? Достықтың екі түрі бар. Ол адал достық және де амал. Жақсы, рахмет. Ал келесі сұрақ Аружан сізге. Адал дос қандай болады? Адал дос қиын уақытта көмектеседі және қолдау көрсетеді. Жақсы, тамаша. Рахмет. Ал Әлішер сізге сұрақ. Достықтың адамға берер әсері қандай? Адам өз жалғыз бәрін істей алмайды және дос оған жақсы әсер етеді. Жақсы, тамаша. Осы сұрақпен келісесіз бе, Ақерке? Келісем өйткені досың жоқ болса, әрқандай жерде өзің жалғыз жүре алмайсың дегендей. Жақсы, сұрағыңызға рахмет. Гүлшат, сізге сұрақ. Дос шығатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады деген мақал-мәтелдің мағынасын қалай түсінесің? Достың саған әрбір қателіктеріңді айтып отырады, ал дұшпан болса өтірік айтады. Тамаша. Осымен келісеміз бе? Иә. Рахмет. Сайт сізге сұрақ. Адам жалғыз болса, өмірдің мәні кетеді. Неге? Өйткені сен өне бойы жалғыз жүре алмайсың, саған бір кезде де өзің досың керек болады. Сол үшін мен жалғыз доссыз өмір сүру қиын деп ойлаймын. Осы сұраққа сіз қалай толықтырасыз? Мен келісемін, себебі сен досыңа өз құпияларыңды айтып, өзін сергітуге болады. Жақсы, тамаша, рахмет. Ерболат, сізге сұрақ. Достық өмірлік нұсқа деп жатамыз, осы мағынасын қалай түсінесің? Достық өмірлік нұсқа деп ол, мысалы сен өз достарымен көп оқиға болады, және де сен өз достарымен өз пікірін дамытасың, және де 100 жыл өтсе де сен өз достарымен жүре бересің. Жақсы, рахмет, тамаша. Ал оқушылар, келесі екінші тапсырма. Әр топқа жағдаяттық сұрақтар береді, сол бойынша жұмыс жасаймыз. Бірінші топқа жауаптарыңызды осында жазасыздар. Екінші топ жауаптарды жазасыздар. Үшінші топ сіздерге. Ал енді бұл тапсырманы дейсің. Оқу, сұрақтарға жауап беру, сосын жағдаяттан шығудың жолдарын табады. Жақсы. Ал сәттілік. Оқушылар дайын болса, екінші тапсырманың жауабын тыңдайық. Бірінші топтан Ерболат жаңағы тапсырманың оқып, жауабын оқи қойыңыз. Жақын досың сенің жақсы көретін киіміңді үтікке күйдіріп алды. Қандай шешім қабылдар едің? Мен ештеңе істемеймін, өйткені сол іс үшін достық айырмау керек.
ағай Мен болсам, мен оған келесіде қайталанбасын деп ескерту жасаушы едім. Сол себепте мен оны кешіруші едім. Мен оған ашуланбаушы едім, өйткені осындайға достық бұзылмау керек. Және де келесіде оған айтушы едім, абай болды. Тамаша. Сабыржан, сіздің жауабыңыз. Кешіріп, екіншіден абай бол деп ескертуші едім. Жақсы, Адылман. Мен ашуланбай досымды кешірер едім. Жақсы, рахмет. Енді оқимыз. Досым сенің үйіне қонаққа келді. Оған саған аған сыйлаған әдемі сувенир ұнады. Қайта-қайта сувенирді қызықтаумен болды. Сенің іс-әрекетің қимас досын сұраса бересің бе? Мен оған ұнатқан сувенирді берер едім. Сол сувенир менен оған сыйлық және естелік болып қалсын. Тамаша, жауабыңызға рахмет. Гүлшах, сіздің ойыңыз. Я берер едім, себебі бұл досыммен бірге болатын естелік. Және мен өз досымнан ешнәрсе аямаймын. Тамаша, рахмет. Ұқпан, сіздің жауабыңыз. Иә, мен сыйлыққа сыйлық ретінде беруші едім, оны көңіл-күйін көтеруші едім. Әлішер. Мен сол сыйлаған әдемі сувенирді досыма әперуші едім. Келесіде ағама сондайды сувенирді алып беруші едім. Жақсы ой екен сіздің. Әргерге сіздің жауабыңыз. Мен бермес едім, өйткені оны маған жан ағам сыйлаған. Сол үшін оған кешірім сұрап, мен бере алмаймын деуші едім. Жақсы, рахмет. Саған досың өкпелі, неге екенін білмейсің. 2 күн болды, ол сені көрсе үндемей қашқақтайды, сенің іс-әрекетің. Мен досымды тоқтатып, себебін сұрап, ертеңгіде сыйлық беріп кешірім сұраймын. Тамаша, Алжан, сіздің жауабыңыз. Досымды тоқтатып, маған не үшін өкпеледің деп сұраймын да, кешірім сұрап, кішкене кәмпит сыйлаушы едім. Жақсы, сіздің жауабыңыз. Досын тоқтатып, неге маған өкпелесін сұраймын. Жақсы. Ақжан, сіздің жауабыңыз. Досым сен неге өкпелісің деп қасына барып, өз қолымнан жасаған сыйлықты кешірім сұрап тұрып сыйлыққа берер едім. Тамаша, рахмет. Дәгена, сіздің жауабыңыз. Не болғанын сұрап, бәрін анықтап аламын, сосын баданша кешірім сұрап, кешірім үшін сыйлық беруші едім. Ал жақсы. Бұл тапсырма бізге оңай болды ма? Иә. Ал өз-өзімізді қолпақтап қояйық. Ал оқушыға қазір ойын ойнайық. Ойынның аты ренжістік және достастық деген ойын. Мына жерге келіп тұра қалыңыздар. Оқушыға қазір ренжістік, достастық деген ойын танысамыз. Ренжістік деген кезде бір-біріне қарама-қарсы болып саусақтарыңды сермейсіңдер. Тоқта деген кезде бір-біріне алқаларыңды беріп тұрасыздар. Достастық деген кезде қол алысып күрімдеп жаңағы иық қағысасыздар. Ойымызды бастайық. Ренжістік. Тоқта. Арқамен тұра қаламыз. Жақсы. Достастық. Тамаша, рахмет. Отыра қалыңыздар. Сахарада сабақ шегіп жатып, әлденеге келісе алмай ерегеді. Жәнібектің соққысы жанына батса да азамат үндемейді. Бірақ күн бетіне азамат бүгін менің жан досым кеудемнен теріп те жатады. Содан кездесіп, екеуі суға түсіп, салтында болуға бекінеді. Суға түскені соғар екен, азаматтың аяғына балдыр оратылып, бір жолдан аман қалған азамат өз-өзіне келгесін орнынан тұрып, тас қойып, мынандай сөздер Жақсы, Ақерке, сіздің жауабыңыз. Мысалдан, бір дос қасындағы досына ренжіп қалса, ол жамандық жасап қойса, оны тез ұмытып кету керек. Ал жақсылық жасалса, оны мәңгі есінде қалдыру керек. Сол жақсылық. Бұл жаңағы аудиода Азамат пен Жәнібектің достығы сипатталады. Жәнібек, сіз өзіңіз айтыңызшы, жаңағы екі баланың достығы қандай деп ойлайсыз? Екі баланың достығы, ол бір бала екінші досына жамандық жасаса, ал екінші дос қайда жазып қоямын дейді, жамандық жасасам құмға жазып қоямын. Өйткені оны сумен өшіріп тастайды. Ал жақсылық жасаса тасқа жазып қоямын. Неге? Себебі ол мәңгілік қалады. Өшпес мұра болып қалады. Жақсы, рахмет.